Кикосының тізесі шығып кеткенше тастамай кетін адамдар. Мен Меруерт Тимурқызы, НЛП-практик, нейротиполог, парақшама жазылып алыңыздар. Бұл адамдар айналадағы әлемді терісі арқылы, денесі арқылы сезінетін адамдар. Олар өзінің ескірген киімдерін өмірі тастамайды, өйткені олар оның денесіне өте жайлы. Бұл адамдар сырттағы суықты тез сезінеді. Мысалға, үйіңізде форточканы жап, терезені жап деп отыратын адамдар осы адамдар. Бұл адамдар көбінесе маған массаж жасап берші, менің аяғымды басып берші, мойныма жасап берші дейтін адамдар массажды өте жақсы көреді. Одан кейін бұл адамдар өте тәтті тағамдарды, иісі аңқып тұрған тамақтарды өте жақсы көреді. Тіпті үйде қазаннан бір тамақты әдемі ыдысқа салу деген жоқ. Ол барады, ол жолмен алып сол тамақты ішуі де мүмкін. Одан соң бұл адамдар өзінің жайлы диванында жатып алып, телевизор көрген жақсы көреді. Бұл адамдар өзін сипағанды, немесе келген адамдарды барынша құшағын жайып, құшақтап қарсы алғанды жақсы көретін адамдар. Бұл адамдар тіпті картошка қуырғанда қып-қызыл қуырып, өзінің жайлы диванына алып келіп, ыстық сковородканы жап-жаңа столдың үстіне қоя салатын адамдар.